Сәлем, достар! Қош келдіңіздер! Добро пожаловать на канал казахского языка. Сегодня мы с вами пройдем короткий рассказ по теме «Менің күн тәртібім. Мой распорядок дня». Рассказы помогут вам развить навыки аудирования, улучшить разговорную речь, расширить словарный запас, повысить уверенность в своих знаниях. Помните, что ключ к успеху – регулярность и практика. Повторяйте за диктором, и вы обязательно добьетесь желаемого. А сейчас вы прослушаете рассказ 2 раза. В первый раз на казахском языке, второй раз с переводом. Мен әдетте таңғы сағат 7-де тұрамын. Алдымен бетімді жуамын, тісімді тазалаймын, душқа түсемін. Таңғы асымды 7:30 шамасында ішемін. Май қосылған сұлы ботқасын немесе көкөністермен араластырып жұмыртқа пісіремін. Таңертең апельсин шырынын ішкенді ұнатамын. Әдетте таңғы ас жарты сағатқа созылады. Сағат 8-де жұмысқа жинала бастаймын. Тез киініп, шашымды тараймын, ноутбук салынған рюкзагымды тексеріп, паркингте тұрған машинаға барамын. 9:30-да жұмысқа шығамын. Менің кеңсем үйден алыс. Ол жерге 1,5 сағатта жетемін. Жұмыс күні сағат 10-нан басталғаны жақсы болды. Сағат 11-ден 12-ге дейін жиналысымыз бар. Содан кейін түскі ас басталады. Көбінесе түшпәрә, винегрет, солянка немесе 40 қабат сорпасына тапсырыс беремін. Бәрінен де маған түшпәрә ұнайды. Жұмыс күні сағат 6-да аяқталады. Мен үйге супермаркетке азық-түлік алуға барған кезде кеш келемін. Аптасына 3 рет жұмысқа жақын жердегі спортзалға барамын. Жаттығу кешке сағат 7-де басталып, 1 сағатқа созылады. Бұл күндері мен үйге 10:30 шамасында келемін. Маған мұндай күн тәртібі ұнайды. Мен кешкі сағат 10-да ұйықтаймын. Менің күн тәртібім. Мой распорядок дня. Мен әдетте таңғы 7-де тұрамын. Мен әдетте таңғы 7-де тұрамын. Обычно я просыпаюсь в 7 утра. Алдымен бетімді жуамын, тісімді тазалаймын, душқа түсемін. Алдымен бетімді жуамын, тісімді тазалаймын, душқа түсемін. Сначала иду умываться, чистить зубы и принимать душ. Мен таңғы асымды 7:30 шамасында ішемін. Мен таңғы асымды 7:30 шамасында ішемін. Завтрак у меня примерно в 7:30.
май қосылған сұлы ботқасын немесе көкөністермен араластырып жұмыртқа пісіремін. Май қосылған сұлы ботқасын немесе көкөністермен араластырып жұмыртқа пісіремін. Я готовлю овсяную кашу с маслом или яичницу с овощами. Таңертең апельсин шырынын ішкенді ұнатамын. Таңертең апельсин шырынын ішкенді ұнатамын. Утром мне нравится пить апельсиновый фреш. Әдетте таңғы ас жарты сағатқа созылады. Әдетте таңғы ас жарты сағатқа созылады. Как правило, завтрак длится полчаса. Сағат 8-де жұмысқа жинала бастаймын. Сағат 8-де жұмысқа жинала бастаймын. Я начинаю собираться на работу в 8 часов. Тез киініп, шашымды тараймын. Ноутбук салынған рюкзагымды тексеріп, паркингте тұрған машинаға барамын. Быстро одеваюсь, причесываюсь, проверяю свой рюкзак с ноутбуком и иду на паркинг за машиной. Сегіз жарымда жұмысқа шығамын. Сегіз жарымда жұмысқа шығамын. В 8:30 я выезжаю на работу. Ол жерге 1,5 сағатта жетемін. Ол жерге 1,5 сағатта жетемін. Я добираюсь туда 1,5 часа. Менің кеңсем үйден алыс. Менің кеңсем үйден алыс. Мой офис находится далеко от дома. Жұмыс күні сағат 10-нан басталғаны жақсы болды. Жұмыс күні сағат 10-нан басталғаны жақсы болды. Хорошо, что рабочий день начинается в 10. Сағат 11-ден 12-ге дейін жиналысымыз бар. Сағат 11-ден 12-ге дейін жиналысымыз бар. С 11 до 12 у нас собрание. Содан кейін түскі ас басталады. Содан кейін түскі ас басталады. После него начинается обед. Көбінесе түшпара, винегрет, солянка немесе қырыққабат сорпасына тапсырыс беремін. Көбінесе түшпара, винегрет, солянка немесе қырыққабат сорпасына тапсырыс беремін. Чаще всего я заказываю пельмени, винегрет, солянку или щи.
Бәрінен де маған түшпәрә ұнайды. Бәрінен де маған түшпәрә ұнайды. Больше всего мне нравятся пельмени. Жұмыс күні сағат 6-да аяқталады. Жұмыс күні сағат 6-да аяқталады. Рабочий день заканчивается в 6 часов. Әсіресе мен супермаркетке азық-түлік алуға барған кезде үйге сағат 8-дерде келемін. Әсіресе мен супермаркетке азық-түлік алуға барған кезде үйге сағат 8-дерде келемін. Особенно, когда я захожу за продуктами в супермаркет, домой я возвращаюсь около 8 часов. Аптасына 3 рет жұмысқа жақын жердегі спортзалға барамын. Аптасына 3 рет жұмысқа жақын жердегі спортзалға барамын. В 3 раза в неделю я хожу в спортзал недалеко от работы. Жаттығу кешке сағат 7-де басталып, 1 сағатқа созылады. Жаттығу кешке сағат 7-де басталып, 1 сағатқа созылады. Тренировка начинается в 7 часов вечера и длится час. Мен бұл күндері үйге кеш 9:30 шамасында келемін. Мен бұл күндері үйге кеш 9:30 шамасында келемін. В эти дни домой я прихожу позже к 9:30. Маған мұндай күн тәртібі ұнайды. Маған мұндай күн тәртібі ұнайды. Меня устраивает такой распорядок. Мен кешкі сағат 10-да ұйықтаймын. Мен кешкі сағат 10-да ұйықтаймын. Спать я ложусь в 10 часов вечера. Рахмет. Достар, если вам понравился урок, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь, чтобы поддержать канал и не пропустить новые видео. Заранее спасибо. Көп рахмет. Сау болыңыздар.